Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің жұмысым бірінші күнім. Камераң қайда? Алдында айтып едім ғой сіздерге, алдыңғы видеоларымда. Ей, албасты құры. Алдыңғы видеоларымда айтқан едім, жаңағы денсаулығыма бола жұмысына шығып кеттім. 6 ай үйде жаттым, қой бүйтіп жата берген болмас деп жұмысқа шығып кеттім. Бүгін бірінші күнім, кәдімгі шаршаған көзімнен көрінеді. Шықтым, 5 обеда, 5 чай, 5 кофе кәдімгідей тынбай. Без перерыва кәдімгі солай жұмыс жасадық. Бүгін бірінші күні ойламадым, дәл сөйтіп жұмыс жасайын деп. Так что, бүгінгі хабарым болса. Еще барған жерімде, обычно бір жерге жаңадан барсаң, новенький келді деп, просто танысып, алыстан сөйтіп, бүгін жаңағы, как будто бұрыннан жұмыс жасап жүрген адам секілді барлығы. Ой, Надя, это сделай, Надя, вот это сделай, это нужно, вот это нужно. Деп, енді обычно не шығар. Өзімнің енді опытым бар, осы өз жұмысын білетін болғанса, сетер жасап беруге тырысып жатырмын ғой. Қасым помощник беріп қойды менің, помощник юриста. Кадровый жұмыспен алады, әйтеуір не бересің, соны жасайды. И соны тексеріп отырамын да. Анау бөпе ғой, бөпе, менің қызымнан да кішкентай. Бірдеңе айтсам отыра кетеді, таңертең бір задание беремін, кешке де бітірмей сосын айтамын ғой. Ертең таңертең бітіріп тұратын болсын, мен ертең келіп тексеремін деп. Сөйтіп жұмыстан жаңа қалған. Неге деп, қазір бітіріп болып сосын шығамын деп. Жай жаңа мектеп бітірген бала ұқсайды, или болмаса колледж бітірген бала кішкентай. Ұрсайын десең ұрса алмайсың. Лапочка болып бетіне қарап тұрып, қайсысы, апа солай ма деп. Şu қазақша түсінбейді ғой, қазақша түсінбейді. Қазақша жігіт, бірақ қазақша түсінбейді да. Қазақша сөйлесем, что деп маған сөйтті. Мен де енді орысшам жетіп тұрғаны жағы шамалы ғой. Білген орысшамды айтып, түсіндіріп, сосын кейінен маған үйреніскеннен кейін барып айтып жатыр ғой. Мен деген жағы келген кезде маған ешкім түсіндірген жоқ, көрсеткен жоқ, қалай жасайды, мен бұның бәрін білмеймін деп. Сосын мен жағы айтып жатыр, мұнда сен сложный жұмыстарды қой, мен саған задание беремін, соны бітір кешке дейін, қалған өзім жасайын деп та. Ойбу, албастырмау келе жатыр. Барлық богатствосын алып келе жатыр мынау. Көрсетіп жатыр. Мына жаққа міндеп отырып көрсетші. Не көрсетейін деп жатсың жаным? Мен жұмыстан келдім, барлығы мен саған қаптып деп. Руся, кондиционер для волос новый. Сосын андай бір, это парфюмированный лосьон для тела. Өзің сасып жүрсің, еще келім ол. Сосын мынандай бір Шанельдікі оригинальный. Оны оригинальный. Оригинальный. Микрокрем. Андай ампуламен. Сен әжім жоқ, беттен теп-тек соның несін микрокрем ампуламен жағайын деп жүрсіңдер? Ой алла. Осында Герленнің помадасы 75 теңге тұрады. Мына Герлен деп тұр. Әке мен жағайын анамын. Ачы, мамадан жалқы ма? Сосын Гоштың таналкысын, ой, теңен новый. Керім болған екен. Мен подругам. Сен алдында ана помадың мен жағы жүрме, кейін тұлар. Білем, онда Руся берді. Пупанка оригинальный. Пупа? Сосын андай максфак. И олмайсы болса подругаңнан постоянно бесплатно ала беру ғой? Жоқ. Жұмыс жасайды ол, сол ішінен алып жүре береді, сосын маған береді. Подругам күшті, мен сосын Пупаның оригинальный андай бронзаторын беріп, сосын не береді? Пупа, подари мне это. Кетпай жетпесін болмасын жоқ. Әкет қызыл помада маған. Андай Герлен деп тұрады. Анан жағып алсам, ой, мен айтатсам, 40-қа келгенде мен де бар. ал жен деген екен деп. Все, болыңдар ма? Мен сөзімнің бәрін бөліп жіберіп, бір әңгіме айта қояйын, ішімдегін босатайын деп, неше күннен бері жаңағы видео салмап едім, ішімдегін шығармап едім. Міне, екінші әңгіме айтатын адам келді. Қой, жақсы сау болыңдар достар. Келесі көріскенше, келесіде жалғыз ешкім жоқ кезде ғана шығып әңгіме айтамын.